сәлем достар. Бүгін мен сіздермен бірге пицца жасаймын. Егер де мен пицца жасағанды көргілеріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ол үшін бізге колбаса, помидор, сыр, перец керек и ашылған нан керек. Менің анам нанды ашытып берген. Ең бірінші біз табаны алып майлаймыз. Майлап болған соң қамырымызды алып, осы табаға жайып шығамыз. Осылай жаямыз. Осылай мен жақ болдым, енді колбаса қосамыз. Артық дауыстар үшін кешіріңіздер, үйде кішкентай інім бар еді, сол ойнап жатыр. Колбасадан кейін помидор қосамыз. Жан-жақтарына қосып шығасыздар. Помидордан кейін бізден перец. Енді сыр. Өстіп сырын көп қосасыздар, айтып берсем, біздің пиццамыз дәмді болмай қалады. Енді осыны пешке салып 15 минут пісіреміз. Достар, біздің пиццамыз дайын, және наны да жұмсақ. Бұл енді толық суыған соң жейміз. Міне біздің пиццамыз суыды, қазір дәмін көреміз. Өте дәмді болған. Аналарыңызға айтып, осы рецептпен пицца жасап жеңіздер.